жерде домбырасын алып басын көтеріп былай деп айтқан ақанның Науан Хазіретпен қоштасуы толғау деп аталады. Негізі айтпай жүретін маған жеткізуші Қали Жанал деген ақсақал, соның Көкшеде өмір сүрді. Осы 1-2 жыл шамасында ол кісі қайтыс болды. 22 жылы туған, соғыстың ардагері, көп жылдар заң орнында, сот орнында қызмет еткен өнерпаз, әнші ақсақал еді. Өзі таза, тап-таза кірпияз. Кезінде Иса Байзақовтың жанында ерген кезінде Қосымжан Бабақовтың шәкірті болып, Қосымжан атамыз сияқты ауылда өлең айтып сондай бір өнерпаз адам еді. Соғыс көптеген өзінің шығарған дүниелер бар, көптеген дүниелердің өзі көзінің тіршілігінде. Сол маған өзінің қолымен жазған осы талғауды Ақкөлді бұны танау Көкшетауда Ақан Сері мен Науан Хазіреттің қоштасуы. Ассалаумағалейкем Науан ағаға, үй іші аман болар бала-шаға. Көрген соң дидарыңды бойың сергіп, қалдым ғой шыққандай бір сахараға. Жабырқап жатыр едім, адам келмей, көп еді қадірлестер өзіңіздей. Саушылық тілмен арқасы екен, көп болдау қойғанына бір жан келемей. Түрімді жатқан мынау тұрсыз көріп, өлгенде кім барады маған еріп. Ендеше жер астында екі құлаш, жатырмын болса екен деп иман серік. Досына айтқан дейді Алла өзі, келешекте жетеді екен кімнің көзі. Жатқанда ақырдемде тәуба етсе, пәндемді жарылқаймын деген сөзі. Жатырмын осы сөзден үміт етіп, өкінем босқа кеткен өмірге өтіп. Алдымнан қатамды кеш ұялтпаға деп, тілеймін көз жұмғанша уақыт жетіп. Белгілі жастық шағым бәріңе аян, етейін оның несін сізге баян. Өнерін дүниенің ер тойламай, жатырмын уақытқа кеп тығылтаян. Дүниені алшаң басқан қайран күнім, жасаған бербеді өнер білім. Сұрақтан сүріндірмей өткізеді-ау, сайраған болы бұл құстай қызыл тілімен. Дегенмен келсе тілім Раббым Алла, Мұхаммед пайғамбарым Расулалла. Жаңылмай 40 парыздан аман өтсем, болар етпес азық ұзақ жолға. Сынық көңіл қайғы таттау жүдей ағарып, жалғаннан көрдім қызық жүрек жарып. Табиғаты өзгелерден өзге шығып, келе қалған бұл дүниеге мен бір ғарып ем. Біреудің мал мен басы дәулеті көп, сол жандардың дәулетіне көңілі тоқ. Қайғымен мен жатырмын қалым мүшкіл, күңіреніп үйде жалғыз, жолдасымы жоқ. Дүниенің әулесіне жолыққанда, жан шіркін қайғы дертке молыққанда. Жан жолдас болар медау жан ашитын,
тәніңнен қуат кетіп толыққандай. Адамның болмас егер жан жолдасы, емес пе мұңлы қарып ғазиз басы. Қайғысы қасіретке кімге баптар, көл қылып ақсадағай көздің жасы. Халыққа дәріс айтқан имам едің, намазбен оразаға қинап едің. Жолына серіліктің түсіп кетіп, қызығын сом дүниенің қимап едім. Алладан мінәжат көп тілектерім, ғибадат саушылықты бір етпедім. Жатқанда көзім тірісіз келгенде, қозғалдау бәрі қопсып жүректеріме. Құдай-ау, мені исламның дінінде қыл, хидаят пайғамбардың жолында қыл. Бір Алла аманатын берген шақта, тәнімді ізгілердің қолындағы Аллай. Оң жаққа таза рулап салған шақта, орнымды сахилардың үйінде қыл. Ішінде құрғақ жерде тіл қатысып, солардың қияметте соңында қылай. Есімді сау күндері адастырмай, жасаған имам ағзам үйінде қыл. Тағарат тазалыққа алған күнді, қалпында бұзылмаған бойымдағы Аллай. Кеудеден жана орып тайғанында, ишарат иман жүзді өңде қыл. Жалғанның маған еткен тәрбиесін, бұйрықты шариғаттың жөнде қылай. Я Алла, ол тілегім қабыл алып, сауабын шәһифәни татқандай қыл. Ел кетіп жалғыз өзім қалған шақта, жарылқап періштелер келгендей қыл. Жатырмын осылайша қақтан түндеп, болат деп алдым қандай қорқып жүрек. Арманда фәнидегі өкінбесем, жасаған бақи жақтан берсе тірлік. Құдайдан қорыққан адам жылай берер, жалынып, жалбарынып сұрай берер. Қарасат майданына айдағанда, кім жақсы, кім жаманын Құдай білер. Болған жоқ арамызда мұндай достық, болды ғой бұл тарапта менен бостық. Жалғандай олай-бұлай жүрсек тегі, ақырында байқаттық қой көңіл қоштығы. Ризалық айтсақ енді науан хазірет, тәниден бақи жаққа түзілді бет. Мұңайтып қияметті көңіл аштым, ойлап ем сізді көрмей өтемін бедеп. Бақыл бол, мен мақылмын шын ниеттен, алмаңыз көңіліңізге қатамды өткен. Пайдасыз желіккендік жетесім мен, бар шығар айтқан сөзім талай өктем. Бұл тағдыр қалар дейсің кімге келмей, дүние
Неге сиярмадан тұрса өлмей, діл мұсылманды жарылқа, я Алла, бар шығар талай мұңлы өткенмендей. Қалбіле көп рахмет келгеніңе, басығып баспанама елгеніңе, тарқатып көңілдегі барғы сағаны, енді көп өкінбеймін өлереме. Қорқыныш көңіліме жатыр еніп, батпандай барған сайын ауру жеңіп. Ұстаңыз сүйегімде тұр отырсаң, шақыртып хабар күтпей өзің келеме. Ал енді осы менен дем алайын, жүректегі айттым сырдың бір талайын. Бағыштап атамдатып рухыма, дұғаңнан тастамаңыз жұмасайын. Қош тақсыр, шын дүниеге түзелді бет, етіңіз Құран хатым басыма кеп, дұғаңыз қабыл болар, я иншалла, қол жайып періштелер әумин десін.